Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен хит болып жатқан пирогтардың бірі өте оңай дайындалатын карамельный пирог дайындаймыз. Ең алдымен еріп тұрған бөлме температурасына сармайымыздың үстіне секер саламыз, жақсылап араластырамыз. Үстіне жұмыртқа саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соң ұн мен қопсытқышты салып, тағы да жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Песочный тесто болады қамырымыз. Оны начинкамыз дайын болғанша тоңазытқышқа, салафанға салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге сгущенка керек, вареный. Вареный сгущенканың сапалы, жақсы түрін пайдалансаңыздар жақсы болады. Мысалы, дептікі немесе тіржеланиянікі. Содан соң үстіне жұмыртқа және қаймақ салып, жақсылап араластырамыз біркелкі масса болғанша. Енді тестомызды аламыз холодильниктен, екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін осы формамыздың астыңғы бөлігіне орналастырамыз. 24 диаметрлік форма менде мына жерде. Содан соң бортиктерін жасаймыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Жан-жағын тегістейміз формамызға. Одан соң начинкамызды құямыз да столға қайта-қайта соққылап аламыз да ауасын шығарып алуымыз керек. Содан соң қызып тұрған пеште 170 градуста шамамен 40-45 минут пісіреміз. Әбден суытамыз. Бір түнге холодильникке салып қойсаңыздар тіпті жақсы болады. Осымен пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Видеоны лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.